Қазіргі кезде әлеуметтік желілерде әркім өз ой пікірін еркін түрде айта біледі. Бірақ дін жай ғана пікір білдіретін жер емес. Бір қате ақпарат адамның сеніміне, өмір салтына, тіпті тағдырына да әсер етуі мүмкін. Әлеуметтік желіде көптеген қауіптіліктері бар. Біріншіден, сіз кім сөйлеп тұрғанын білмейсіз. Тәжірибесіз, білімсіз адамдар үкім шығарып, адамдарды шатастырып жатады. Бұл жерде манипуляция көп. Кейбір топтар дінді желеуретіп, өз ойын, өз идеологиясын тықпалауы мүмкін. Қысқа видеолар мен цитаталар толық түсінік бере бермейді. Ал дінде әр үкімнің өз шарты және өз орны бар екенін ұмытпауымыз қажет. Радикализацияның қаупі бар. Жастар көбіне эмоцияға беріліп, сенімді қатты сөйлейтін адамдардан ғана алады. Онда осының барлығын ескере отырып біз не жасауымыз керек десеңіз, біріншіден, дінді тек қана сенімді ұстаздардан, теологтардан ғана үйрену қажет. Белгіленген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына және де елімізде белгілі университеттерден ғана діни білім алу қажет. Ресми дін істер комитетінің сараптамасының оң қорытындысы және де Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының оң қорытындысы бар сараптамасынан өткен діни әдебиеттерді ғана оқуға кеңес береміз. Және де әлеуметтік желі тек қосымша ақпарат үшін ғана жарайтындығын қаперімізден шығармауымыз қажет. Қорытындылай келе, әлеуметтік желі пайдалы құрал, бірақ дінді үйрететін жер емес. Дінді тексеретін, ақпаратты салыстыратын платформа ғана. Ең маңыздысы, сенім мәселесінде барлығымыз абай болу қажет.